Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ғылыми стиль. Болмасаң да ұқсаппақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүние дөзі мал дөзі. Ғылымға көңіл бөлсеңіз деп. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев айтқандай, қазіргі кезеңде білім мен ғылымға баса назар аударылған заман болып отыр. Ал оқушылар, енді стиль деген сөзге тоқтала кетейік. Стиль дегеніміз не? Стиль дегеніміз жазушының немесе айтушының белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы болып табылады. Жалпы қазақ тілінде 5 стильдің түрі бар. Бұл стильдерді филология ғылымында стилистика бөлімі қарастырады. Осы стильдерге тоқтала кетейік. Біріншіден ауызекі сөйлеу стилі, екінші көркем әдебиет стилі, үшінші ресми іс-қағаздар стилі, төртінші публицистикалық стиль, бесінші ғылыми стиль. Ал оқушылар, енді біз осы стильдердің қолданылу аясына тоқтала кетейік. Ғылыми стиль дегеніміз ғылыми лекцияларда, ғылыми баяндамаларда, ғылыми жұмыстарда, яғни ғылыми оқулықтарда қолданылады. Екіншіден ресми іс-қағаздар стилі нұсқау хаттарда, кеңсе құжаттарында қолданылады, осыларды толтыру барысында. Публицистикалық стиль дегеніміз газет журналдарда, яғни бұқаралық ақпарат құралдарында, сонымен қатар жиналыстар мен митингілерде жиі қолданылады. Көркем әдебиет стилі деп отырғанымыз көркем әдеби шығармалардың тілінде қолданылады. Және ауызекі сөйлеу стилі адамдармен еркін қарым-қатынас кезінде ешбір дайындықсыз, яғни екі адамның бір-бірімен диалогы, қоғаммен адамның араласу кезінде қолданылады екен. Ғылыми стиль адамның ең озық интеллектуалдық әрекетіне қызмет етеді. Бұл адамның ғылыми ізденісінен, зерттеуінен тапқанын ауызша немесе жазбаша жеткізу мақсатында қалыптасқан стиль болып табылады. Енді ғылыми стильдің ерекшеліктеріне тоқтала кетейік. Ойды нақты әрі түсінікті етіп жеткізуді көздейді. Ойды тұжырымды түрде хабарлауға талпынады. Осы талаптарға жету үшін эмоцияға, экспрессияға көп жол бермейді. Терминдер мол қолданылады. Ырықсыз етістіктерден жасалған баяндауыштар көп жұмсалады. Ғылыми мәтін қатаң логикалық желімен құрылады. Ғылыми стильдің сипатына сай мынадай тілдік тұлғалар қатынасады. Әр ғылым саласына сай терминдер мен атаулар, өткен шақ, осы шақтағы хабарлы сөйлемдер, ырықсыз етістіктен жасалатын баяндауыштар, ойдың ағынын білдіретін үстеулер мен шылаулар, қыстырма сөздер және неологизмдер. Ғылыми стиль сипаты: логикалық, айқындылық, дәлдік. Логикалық мәтінде берілетін ойдың жүйелі орналасып, оның берік мағыналық байланыстарының болуы. Айқындылық үлкенді кішілі пікірлердің түсінікті қабылдануы, осылайша түсінікті болуы, сөздің өз мағынасында қолданылуы, екіұшты мағынаның туындамауы, ойдың нақтылы жеткізілуі. Дәлдік ғылыми еңбекте сөз мағынасының бейнелі түрде жұмсалмауы. Ғылыми стильдің тілімен таныстыра өтетін болсақ, монография, реферат, оқулық, баяндама, ғылыми есеп, тезистер, диссертация, мақала, патенттер. Оқушылар, алдарыңызда тұрған тапсырма жұмыстарын орындаймыз, яғни стиль түрлеріне ажырату, оны анықтау. Оқушылар, үйге берілетін тапсырма: ғылыми стильдің қолданылу аясы, ғылыми стильдің ерекшеліктері және тілдік көріністерін оқып, ережесін жаттау. Сонымен қатар оқулықтағы 4-ші және 7-ші жаттығу жұмыстарын орындау. Қош, сау болыңыздар.